Армысыздар, мен бүгін сіздерге сабақ өтетін боламын. Сатылым алып келетін видео. Қалай түсіру керек, қалай монтаждау керек, және де қай жаққа барып түсіру керек, қандай лайфхактар бар, солардың барлығын толығырақ айтып беретін боламын. Міндетті түрде ондықтарыңызға жіберіңіздер, толығырақ барлығы көрсін, және де сол жерде көрсетілген нәрселерді өзі практика жүзінде жасап көрсе. Соған кеңес беремін. Әйтпесе айтылған нәрсе айтылған жерде қалады, ол тез ұмытылады. Сондықтан да кейбіреулер бұны 4 жыл оқиды, кейбіреулер 3 жыл опыт алып, тәжірибе алып, содан кейін барып іске кіріседі. Сондықтан да айтарым, әркімге әртүрлі қабылданады. Мейлінше ертерек практика жасап, көбірек практика жасасаңыздар, өте сапалы видеолар жасауға әбден мүмкін. Бір айдың ішінде, 10 күн ішінде өздеріңіз білесіздер, әркімге әрқалай болады. Сонымен бастаймыз. Сатылым алып келетін видео. Жалпы алғашта өзімді таныстырып өтейін. Мен есімім Еркебұлан Бекқалиұлы. Осы күнге дейін жалпы бизнес бастаудың режиссері, сценаристі, қазіргі таңда осы бизнес бастауда қызмет жасаймын. Жалпы спикермін, инстаграмын жүргіземін, ютубқа контенттер жасаймын. Қысқасын айтқанда сіздермен біргеміз. Кеттік ары қарай. Осы күнге дейін, бұған дейін Астана каналында қызмет жасағанмын. Ел аузында деген бағдарлама қазіргі таңда рейтингісі өте жоғары. Мен жұмыс жасап жатқан кезде де жақсы рейтингтер берді. Ол жерде мен редактор қызметінде жасадым, сонына қарай бас редактор қызметінде жасадым. Сондықтан да ел аузында бағдарламасын егерде мүмкін болса ютубқа жазып қарап көрсеңіздер болады. Әрқайсысы 500-400 мыңнан қаралым жинайды. Солай. Одан бөлек 7-ші каналда Google Ad бағдарламасында қызмет жасадым. Анара Батырханмен бірге. Ол жерде бас редактор болдым. Сол жерде бірге түсірдік, бірге жұлдыздардан сұхбат алдық. Қысқасын айтқанда шоу-бизнесте 2 жыл қызмет жасағанмын. Қазіргі таңда бизнес бастауда қызмет жасаймын. Сондықтан да айтарым, менің тәжірибем азды көпті бар. Және де үлкен бір қызметтерде бір журналист ретінде жақсы қызметте жасағам. Сондықтан да айтарым, мені тыңдауға болады деген ойдамын. Және тыңдауға кеңес беремін. Кеттік, бастаймыз. Бүгінгі сабақ сіздердің осы күнге дейін өткен сабақтарыңызға тікелей байланысты. Ол оффер жазу болсын, немесе сайт құрастыру, инстаграмда жүргізу, ютубты жүргізу, оның барлығы айналып келгенде видео контентқа байланысты. Копирайтингте егер жақсы текст жазалатын болсаңыз, сол жақсы текстті жақсы видеоға қолдану арқылы сіз сатылымыңызды көбейте аласыз. Оған дәлел ретінде бизнес бастауда жалпы соңғы рет шығып жүрген видеоларды айтуға болады, немесе ютубта шығып жүрген. Қысқасын айтқан кезде сатылым алып келетін видеолар біздің тарапта өте көп. Әрқайсысын қарап көрсеңіздер болады. Бабылаев арнасында миллионерлер сериалы бар, немесе тағы не Ахметбек Нұрсила сөзінде тұрды ма деген, немесе Аламан лайфтары бар, бизнес бастауда өзінің видеолары бар. Солардың барлығын көріп, жалпы үлгі ретінде деп айта алмаймын, бірақ ішінен керек заттарын өздеріңізге алып көрсеңіздер болады. Қысқасын айтқанда, осы күнге дейін не өттіңіздер, соның барлығын осы видеода қолдануға болады. Кеттік ары қарай. Жалпы видео дегеніміз не? Ол видео дегеніміз сіздердің қияныздағы нәрсе, сіздердің не көргілеріңіз келеді, соны көрсетуге болады. Монтаж сол үшін қажет. Ал егерде жай ғана видеоны алатын болсақ, бұл сіздің күнделікті көзбен көріп жүрген дүниелеріңіз. Және де оны сіз қалай көргіңіз келеді, қалай көріп жүрсіз, соның барлығын видеоға салу арқылы көрсете аласыз. Және де сол арқылы өз өніміңізді сата аласыз. Кеттік. Қарапайым видеоны біраз өзгертуге болады. Оны қарапайым телефонмен де жасауға болады, немесе камерамен жасауға, компьютермен жасауға болады. Қарапайым телефонмен мынандай видеолар жасауға болады. Қарап көрсеңіздер болады. Кеттік. Dreams are made of these. Who am I to disagree? Осының барлығы осы қарапайым телефонмен жасалған видеолар. Қазіргі таңда телефонның деңгейі өте жоғары. Сіздерге миллиондаған камералы алудың қажеті жоқ. Көп адамдарға, операторға ақша берудің қажеті жоқ. Немесе бір сценаристерді алып келіп, қысқасын айтқан кезде барлығын өз қолымен жасауға болады. Қарапайым ғана осындай телефон болса, бар болғаны телефон ғана қажет.
Және де кейбіреулер ренжуі мүмкін, кейбіреулеріңізде Samsung болуы мүмкін, Oppo болуы мүмкін, бірақ өз басым видео түсіргенге негізі iPhone-ды ғана кеңес беремін. Егер де достарыңызда, таныстарыңызда, туыстарыңызда iPhone болатын болса, немесе Samsung 8-ден жоғары болатын болса, осы екі видеоны сатылым алып келетін видео жасауға, осы екі телефонды қолдануға кеңес беремін. Қалғаннан енді шамаларыңызға байланысты қарап көресіздер. Негізі сапалы, жақсы түсіргілеріңіз келсе, жақсы Instagram жүргізулеріңіз келсе, iPhone-ды қолдануға кеңес беремін. Кеттік ары қарай. Видео фото түсірудің ережелері. Жалпы ең бастысы бұл пландар. Видеода өте маңызды бұл пландар, детальдар, крупный план, средний план, общий план, дальний план дегендер бар. Солар видеоның негізі. Сол планды білу арқылы, сол планға байланысты түсіру арқылы, бұл жалпы сценарийда да байланысты. Бізде көбісі айтады, жалпы вебинар көрген адамдар бар шығар, вебинарда да мен бұндай нәрселерді айтқан болатынмын. Планды не үшін көп айта бересің деп айтады. Бірақ план бұл өте маңызды, сіздің видеоңыздағы ең маңызды негіздердің бірі. План арқылы сіз крупный планды алдын ала түсіріп аласыз, средний план, жалпы сценарий жазған өзінде сценарийда жазылады. Бірінші крупный план кетеді, екінші общий план, потом средний план кетеді, немесе ракурстарда жазылады. Сондықтан да айтарым, планды өте мұқият тыңдаңыздар, және де дәптерлеріңізге жазып алыңыздар, практиковать етіп көріңіздер. Ендеше кеттік. Пландарды бөлек-бөлек талқылайық. Бірінші план бұл деталь. Деталь дегеніміз не? Кеттік. Құрметті көрермен, енді пландарға келіп тоқталсақ. Мынау алғашқы план, бұны деталь деп атайды. Деталь бұл кез келген нәрсенің бір қандай да бір бөлігін көрсету. Және де үлкен, крупный, барынша назардың барлығын соған салып, тек сол бір жерді ғана көрсету. Бұл мүмкін көз болсын, немесе ауыз болсын, болмаса бір үлкен ғимараттың қандай да бір кішкентай тасы болсын. Осының барлығын көрсетуді деталь деп атайды. Деталь, план, дәптерлеріңізге жазып алыңыздар. Деталь дегеніміз осы. Енді келесі план бұл крупный план. Крупный план дегеніміз көрейік. Құрметті көрермендер, келесі план бұл крупный план деп аталады. Крупный план бұл бағана дальний планның қайда бір үлкейтілген түрі. Мысалы қараңыз, мен бетімді ғана алып жатыр. Бұл крупный план. Осыны крупный план деп атайды. Біреудің бетін алу, немесе бір ғимараттың қандай да бір бөлігін алу. Бірақ үлкендеу бөлігін үлкендеу көрсетуді крупный план деп атайды. Дәптерлеріңізге жазып алыңыздар. Және де түртіп алсаңыздар болады, қасқа біз графикамен көрсететін боламыз. Солай, дәл солай жазып алыңыздар дәптерлеріңізге. Крупный план осы. Құрметті алмаздықтар, кешірім сұраймын. Сұрақтарыңыз болса міндетті түрде қоя отырыңыздар, себебі мен осы ақпараттардың шамамен бір 60%-ын вебинарда айтқан болатынмын. Сондықтан да егер де вебинарды көріп қайтадан келген адамдар болса, көп нәрсе қайталанады. Сол үшін сіздер сол жерде мен айтпай қалған, көп нәрсе білмей қалған, немесе өзіңіз практиковать етіп жүрсіз, бірақ бірдеңке жетпейді. Сондай бір сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде қойып отырыңыздар. Мен барлығына жауап беремін. Барлығына анық барлығына жауап беретін боламын. Сондықтан келесі планға кеттік. Келесі план бұл бізде средний план. Келесі план бұл средний план деп атайды. Средний план дегеніміз осы сіз қалай көріп тұрсыз, осыны средний план деп атайды. Средний планда көптеген хабарландыруларды, немесе бір шұғыл мәлімдемелерді, егер де сіз YouTube-қа салатын болсаңыз, дәл осы планда журналистер де, немесе бір ақпарат беретін, мағлұмат беретін жандар да осындай бір средний планда түскенді ұнатады. Және де осындай средний планда түсірілген нәрсе жақсы өтімді болады. Сондықтан да дәптерлеріңізге түртіп алыңыздар, дәл осы план средний план. Құрметті алмаздықтар, қайталап өтемін. Осы бизнес бастауда түсіріп жатқан съемкалар, Ахметбек ағайдың съемкалары, барлығы осы былай айтқанда мен алдымнан өтеді деп айтуға болады. Немесе барлық съемкаға мен қатысам тікелей, қалай түсіру керек, қай жақтан түсіру керек, оның барлығын айтам. Сондықтан да айтарым, егер сол видеоларға қарап туындаған сұрақтарыңыз болса, осы күнге дейін ойда жүрген сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде қойыңыздар. Барлық сұрақтарыңызға жауап алатын боласыздар. Мүмкіндікті жіберу алмаңыздар. Келесі план бұл бізде общий план. Келесі план бұл общий план. Общий планда сіздің бойыңыз, түр әлбетіңіз, түр келбетіңіз, қасыңызда не бар, қандай іс-қимыл жасап жатырсыз, қай жерде тұрсыз, қандай локацияда түсіріп жатырсыз, соның барлығы общий планда көрсетіледі. Общий план деген осы, дәптерлеріңізге жазып алыңыздар. Келесі план бізде дальний план. Кеттік көрейік. Келесі план бұл дальний план.
Дальний план дегенimiz сіздің съемка жасап жатқан жеріңізді алыстан көрсету. Дальний план дегенimiz осы. Мысалға қараңыз, біз қазір Республика сарайының маңайында түсіріп жатырық. Бұның қасыңызда мына жақта қыздар ойнап жүр. Жалпы көлемін көрсету. Қаншалықты алыс жерде түсіріп жатырсыздар. Бұл дальний план өте маңызды. Өте қажет деп айта алмаймын. Дегенмен де егерде сіз жарнамалық ролик түсіретін болсаңыз, немесе бір қандай да бір құпияны ашатын болсаңыз, арасына дальний планды қосатын болсаңыз, бұл сіздің видеоңызға бір керемет әсер көрсететін болады. Көбіне дальний планды дрон арқылы түсіріледі. Дегенмен де осындай да кадрлар сіздің видеоңызға әсемді бір көрік береді деген ойдамыз. Сонымен дәптерлеріңізге жазып алыңыздар. Дальний план дегеніміз осы. Жалпы план дегенімізді түсіндік деген ойдамын, дәптерлеріңізге жазып алыңыздар. Бізде ең басындағы бұл деталь. Деталь дегеніміз қандай да бір жақын көрсету, мысалы саусақты көрсету, немесе бір қандай да бір өнімнің шетін көрсету, мысалға Samsung деген жазуын ғана көрсету деген секілді. Бұл деталь. Крупный план дегеніміз тек қана басын ғана көрсету. Соны крупный план дейді. Средний план ол белден жоғары болады. Осын средний план деп айтуға болады. Общий план дегеніміз бұдан сәл алыстау болады, қасыңызда не тұр, соның барлығын көрсете аласыз. Дальний план дегеніміз мүлдем алыстан көрсету, толық территорияны не бар, қасыңызда соның барлығын көрсету. Қысқасын айтқан кезде осы пландарды дәптерлеріңізге жазып алыңыздар, және де практика жүзінде көп түсіріп көріңіздер. Кеттік ары қарай. Ракурс. Ракурс дегеніміз не? Бұл сіздің камерамен қай бағытта түсіргеніңізге байланысты. Мысалға, мен көптеген жалпы жақында маған бір кісі шықты, Инстаграмды, Ютубты жүргізіп берші деп. Бірақ бізде енді жұмыс көп болғандықтан бас тартуға тура келді. Бірақ мен оның жұмысын қарап көрдім. Сол кезде бір байқағаным, оның SMM-шіктері, негізі SMM-шіктарға міндетті түрде монтажды, видеоны түсіруді білу қажет. Көп SMM-шіктер оны білмейді. Және де оның SMM-шіктерінің қателігі бұл видеоны дұрыс монтаждамау, ракурсты дұрыс алу. Мен барып сұрадым жай ғана, ракурсты білесіз ба десем, жоқ, білмеймін. Планды білесіз ба? Жоқ, білмеймін. Светпен қалай ойнау керек? Жоқ, білмеймін. Жай ғана айлық алу. Қысқасын айтқан кезде әр жұмысқа кішкене жауапкершілікпен қарау қажет. SMM-шіктер, сіздер ақырында сіздерді білем, көбісі араларыңызда маркетологты таңдап жатқан болар, бір өнімді жарнама жасап жатқан болар, немесе өз өніміңізді жарнама жасап жатқан боларсыз. Сондықтан да айтарым, ракурс, план барлығын үйреніп алыңыздар. Ракурс дегеніміз бұл қарапайым, сіз қай бағытта түсіресіз, камераның бағытын айтады. Мысалға, ракурста сол жағынан келіп түсіріп отыр. Мына суреттерге назар аударыңыз. Суретші, қараңыздар, мына сурет. Бұл астынан алынған ракурс. Және де мына сурет тура тікесінен, бұлай айтқанда влоп дейді, тура алдынан түсіру. Немесе келесі бұл астынан түсіру. Қысқасын айтқан кезде мына адамда да тоже камераны алып, қарапайым телефонмен астынан түсіру. Немесе нал жағынан оң жағынан түсіру. Сол жағынан түсіру. Немесе басынан түсіру. Мен камераны алып, қысқасын айтқанда ракурс деген сіздің бағытыңыз. Интернетке жазып көрсеңіздер де болады, қандай ракурстар бар екенін. Ракурстар жалпы бейт астынан алсаңыз болады, немесе үстінен алсаңыз болады, және де алдынан алсаңыз болады, немесе алдынан жай ғана қысқарт тек астынан үстіне қарай алсаңыз болады, немесе айнаны қолданып, айна арқылы бетіп камерадан ары қарай айнаны өткізіп, біздің операторларда анда-санда сондай бір эксперименттер жасап отырады. Ол айнаны қолдану, немесе бір қандай да бір стенадан өткізіп ары қарай, немесе күн шығып тұрған кезде сол күнмен бірге қарапайым стенаны алып, екеуін қатарластырып түсіру. Оның барлығы сол ракурстың ерекшелігіне байланысты, және де сіздердің таңдап алған ракурстарыңызға байланысты. Мейлінше жақсы ракурс таңдаған сайын күнге, светке байланысты ракурстарды сәтті қолдана алу, бұл сіздің видеоңыздың әдемі шығуына ықтимал етеді. Сондықтан да айтарым, ракурсты міндетті түрде үйреніп алыңыздар, және де әртүрлі эксперименттер жасап көріңіздер. Мына суретті қайтадан қарап шығайық, сурет қойшы. Қараңыздар, нандай суреттерді. Интернетте бұндайлар өте көп, ракурсқа байланысты жазып қарасаңыздар болады. Ракурс дегеніміз не, жалпы қалай түсіруге болады деген секілді. Осындай қарапайым ракурс жайлы ақпарат алсаңыздар болады. Келесі бұл свет жайлы.
қарапайым қолдан жасалған светтер бар, немесе сатылып алынған светтер бар. Менің қасымда қазір барлығы сатылып алынған, әрқайсысы кемінде 100 мыңнан тұратын светтер. Ал егер де сіздердің жағдайларыңыз жоқ болса, ондай мүмкіндік өздеріңізге мүмкіндік бере алмайтын болсаңыздар, міндетті түрде күннің светін және де үйдің светтерін қолдану қажет. Ол жайлы кеңес беремін. Алтын уақыт деген бар. Алтын уақыт бізде 3 мезгілді айтады. Таңнан атқан уақыты, және де күн қатты тура төбеден түсіп тұрған сәт, және де күн батып келе жатқан сәт. Осы 3 уақыт бұл алтын уақыт деп саналады. Енді жеке-жеке тоқталайық. Кеттік. Мысалға, күнмен жұмыс жасау, күннің батып атқан кезіндегі мынау съемка. Толығырақ ақпарат видеодан көрейік. Кез келген түсіп жатқан сурет жарыққа байланысты әдемі кадрлар жасауға болады. Алтын уақыт деген нәрсе бар. Алтын уақыт бұл күннің атқаны мен күннің батқаны, және де түскі уақытта сіздің төбеңізден, қақ төбеңізден күннің жап-жарық болып түсіп тұруы, бұл да алтын уақыттардың біріне жатады. Дегенмен көбіне күннің атқаны мен батқанын әдемі кадрлар алып қалуға тырысыңыздар. Дәл қазір бізде күн батып келе жатыр, қып-қызыл болып. Осындай кезде сіз өзіңіздің өніміңізге жарнама роликтерді түсіретін болсаңыз, сіздің кадрларыңыз міндетті түрде әдемі болып шығады. Мен көптеген продакшндарды білемін, осы күннің атқанын күтіп, таңғы 4-тен бастап съемочный группа дайындалып отыратынын. Бұл неге? Себебі кадрлардың әдемі шығуы осы күннің атқанымен батқаны өте маңызды. Сондықтан сіздер де ерінбеңіздер, жалқауланбаңыздар, әрбір секундты маңыздылығын сезініп, күннің атқаны мен батқанын күтіп, сол уақыттарда әдемі кадрлар алып қалуға тырысыңыздар. Міне, алтын уақыт дегеніміз осы. Кеше ғана біз барып, жалпы алмаздық, бір-екі алмаздықпен барып, практика жүзінде көрдік. Алтын уақытта бардық, күн батып бара жатқан кезде олар өз көздерімен көрді. Сол уақыттарда жасалған съемкалардың соншалықты әсерлі және де сәтті болып шығатын. Кешірім сұрайын. Кеттік. Алтын уақыт. Бұл енді бағанағындай күннің атқан уақыты, күн сарғайып өйстіп атып келе жатқан кезде, бұл енді таңғы 5, таңғы 7, 8-дердің арасында болады. Осы кездерде съемка жасасаңыздар, сатылмап келетін съемка, немесе сурет түсіріңіз. Қарапайым нәрсені кез келген сурет, видео болсын, барлығы сәтті шығуға мен өз басым кепілдік беремін. Келесі алтын уақыт бұл күннің батуы, қызарып батып келе жатқан кезде кез келген съемка, сурет әдемі болып шығады. Сондықтан да осы алтын уақыттарды көп қолдану қажет. Келесі. Жарықпен жұмыс жасау. Жарықпен дегеніміз бұл қарапайым күнмен жұмыс жасау, және де камерамен қалай съемка жасау қажет. Күн қатты шығып тұрған кезде, және де күн батып келе жатқан кезде камерамен қалай съемка жасау керек, қай бағытта түсіру керек, толығырақ видеода көреміз. Суретте түсіргенде ең маңыздысы бұл жарықпен және де светпен дұрыс жұмыс жасау. Дәл қазір қарасаңыздар, күн менің алдымда тұр, а мен күнге қарама-қарсы тұрмын. Сондықтан мен бетім ақ болып, сіздерге жап-жақсы әдемі болып көрініп тұрмын. Ал егер мен артқа қарап, күн менің артында тұратын болса, менің бетімді және де артқы фонды бір қалыпта ұстау өте қиынға соғады. Дәл қазір қарап отырсыздар, менің бетім бір қалыпты, бірақ артқы фон әппақ болып кетті. Ал егер де мен артқы фонды қалыпқа келтіргім келіп, өз бетімді кішкене артқы фонды қалыпқа келтіргім келсе, енді қараңыз, нәтижесінде менің бетім қара болып қалып, артқы фон кішкене әдемілеу болды. Қысқасын айтқанда, ешқашан фотоаппарат болсын, видеоға болсын, соткеге түсірсеңіз де күнге қарама-қарсы түсірмеңіз. Біріншіден сіздің суретіңізді немесе видеоңыздың әдемілігін құртады, екіншіден сіздің камераңыздың матрицасын құртатын болады. Түсінікті деген ойдамын. Жарықпен жұмыс жасау дегеніміз осы, күн түсіп тұрған кезде. Жалпы матрица дегеніміз бұл камерадағы сіздің айналар, линзалардың жиынтығын айтамыз. Сондықтан да айтарым, егер де күнге қарама-қарсы түсіретін болсаңыздар, ол линзаға зақым келетін болады, және де сіздің камераңыздың құртылуына, тез құртылуына ықтимал етеді. Сондықтан ескеріңіздер, көп түсіре бермеңіздер, бірақ анда-санда күн батқан, атқан уақыттарда қолдансаңыздар, ешқандай зияны жоқ. Менің барғаны айтқаным, тал түсте, күн қат шығып тұрған кезде қарама-қарсы түсіруге болмайды. Күн батқан, атқан уақыттарда күнге қарама-қарсы түсіруге рұқсат. Кеттік, ары қарай кеттік. Свет. Кім медон кеттік? Медон. Свет жайлы айтамыз. Бізде светтің әртүрлілері бар. Бұл арттан берілетін свет, алдынан берілетін свет, жанынан берілетін свет, тіке түсетін свет, олардың барлығын өзінің
атауы бар, кәсіби түрде атауларын біліп алыңыздар, жаттап алыңыздар. План, ракурс деген сөзді, терминдарды жаттап алыңыздар, себебі бұл сіздің білімділігіңіздің артқанын көрсетеді, және де сіздер қандай да бір заказчикті алатын болсаңыздар, тапсырыс беретін болсаңыздар, сіздер примерно біліп отырасыздар, оларға не айту керек екенін, қай планда түсіру керек, қай ракурста түсіру керек, қандай жарықта түсіру керек туралы айтсаңыз, міндетті түрде сіздің кішкене сауаттылы екеніңіздің, қандай да бір тәжірибеңіз бар екенін, қандай да біліміңіз бар екенін көрсететін болады. Кеттік. Контровой свет. Бидон шақыршы. Контровой свет дегеніміз бұл қазір көрсететін боламыз. Контровой свет дегеніміз мынау. Мен артынан мына жаққа көк свет түсіп тұр ғой, мына жаққа қарап тұрсыздар ғой, сол контровой свет. Контровой свет дегеніміз бұл арттан беріледі. Кез келген адамның мысалға артынан берілетін болса, арттан қандай да бір жарық түсіп тұратын болса, соны контровой свет дейді. Көне, контровой свет дегеніміз осы. Мынау қарапайым светті, бірақ біз бұған мынандай көк не бердік, көк фильтр бердік. Ол фильтрді сіздер егер де қолдарыңыздан жасағыларыңыз келсе, мүмкіндік болмайтын болса, қарапайым телефонды аласыз, сосын барып осы телефонның мынандай фонаригін жағасыз. Және де сол жарыққа, мына фонарикке қандай да бір фильтр саласыз. Ол қызыл болсын, көк болсын, жасыл болсын, әртүрлі фильтр сала аласыздар. Содан кейін барып осы контровой свет сияқты болады. Контровой берші екіншісі. Қараңыздар, мен контровой свет, егер сіз мына фонарикке көк свет беретін болсаңыз, немесе қызыл свет, сары светті беретін болсаңыз, сізге съемкаңызға сәтті болып шығуына ықтимал етеді, көмегін тигізеді, және де күшті қылып шығаратын болады. Күшті. Кеттік. Ары қарай кеттік. Келесі свет бізде бұл фоновой свет. Фоновой свет дегеніміз, мысалға бізде артымызда кәдімгі қабыра болып тұр ғой. Негізі егерде ақ болатын болса, жасыл көк свет болатын болса, қысқасын айтқан кезде фон дегеніміз мынау, мен артымда қара болып тұр ғой. Осы фон, мынау телевизор бар фон болып саналады да. Осы фон егер қара болмаса, басқа ақ свет, көк свет болатын болса, соны мына көкті аласыздар да, мына көкті керісінше былай қарай бұратын болсаңыздар, мынау басы бүйтіп бұрылатын болса, ары қарап бүйтіп. Мына фонға тиетін болса, қараға. Сол фоновой свет деп аталынады. Сіздерге қарапайым, кәдімгі ауызекі тілде түсіндіріп жатыр. Негізі өйтіп түсіндірілмейді. Бірақ енді барынша тырысып жатыр. Түсінді деген ойдамын. Фоновой свет дегеніміз осы. Фоновой свет деген түсіндік деген ойғам. Ойдамын, фонға түсірілген съемка фоновой свет деп аталынады. Келесі. Рисующий свет. Рисующий свет дегеніміз бұл бір ғана беттен түсу. Мысалға, маған қазір, қараңыздар, мына бетім кішкене көк болып тұр ғой, және де мына жақтан бір свет ғана беріледі. Мына жақтан свет жоқ. Рисующий свет дегеніміз бұл, қараңыздар, менің бір бетімде свет жоқ, және де мен бір ғана бетімде свет бар. Осы рисующий свет дейді. Мына свет қазір маған бір ғана беттен түсіп тұр. Менің бір ғана бетімде свет жоқ, бір бетімде свет бар. Осы рисующий, бір ғана бетке, бір ғана бағытта түсірілген светті рисующий свет деп аталынады. Осы бір светті қолдана отырып, үй жағдайында да қолдануға болады, бір ғана фонарик қойып, бір бетіңізде түсіріп, монологтар оқысаңыздар болады, өлең оқысаңыздар болады. Қысқасын айтқан кезде бұл сіздің видеоңызға қандай да бір эффект беретін болады. Күшті шығатын болады. Инстаграмға тексеріп көріңіздер, практика жасап көрсеңіздер болады. Рисующий свет дегеніміз осы. Кеттік. Моделирующий свет. Бұл дегеніміз тіке қандай да бір жарықтың кәдімгі флоп дейді ғой, бірге бір кәдімгі тіке былай параллельно жатса свет. Соны моделирующий свет дейді. Мысалға қараңыздар, мен бұна светке қарама қарсы тұрмын. Мені берші. Қараңыздар, мен мына светке тіке бүйтіп қарап тұрмын. Сол моделирующий светіне тіке түсіп тұрған свет, бұл моделирующий свет деп аталынады. Дәптеріңізге жазып алыңыздар, және де тексеріп көріңіз. Келесі свет бізде заполняющий свет. Заполняющий свет дегеніміз бұл қарапайым, толықтай жанып тұрған свет айтады. Бұл үй жағдайында, кәдімгі үйде сіздерде төбелерден жанып тұрады, төбелер не дейді? Кәдімгі жарық бар ғой, төбеден түсіп тұратын, 4-5 лампочка бар, шам бар. Сол шам толықтай бөлменің барлығы жарық болып тұрғандықтан бұл заполняющий свет деп аталынады. Дәптеріңізге жазып алыңыздар. Фонның светі маңызды. Бағана айттым ғой, фон дегеніміз мынау. Мысалға мен артында фон тұр ғой. Және де мені көрсет. Қараңыздар, мына фон қара болып тұр. Менің үстінде қызыл киім. Түсіндіңіздер ме? Фонның светі өте маңызды. Егер мен қара фонға қара киім киіп келетін болсам, ол дұрыс емес. Егер де қара фонға ақ киім киіп келетін, немесе қызыл киім киіп келетін болсам, ол дұрыс. Сондықтан да айтарым, фонға өте мән беріңіздер. Фонның светі маңызды. Видеоны көрейік кетіп. Құрметті шаблондоздар, суретке түсірген кездегі артқы локация және де фон бұл өте маңызды. Мысалға сіздің
бір өнімдеріңіз бар, егерде суретке түсіретін болсаңыз, сол өнімнің түсімен бірге сәйкес келетін нәрседе түсірмеңіз. Мысалға қараңыз. Мысалға менің өнімім бұл шөп. Шөп дәрі болсын деп есептейік. Ол шөпті алып барып, мынандай жасыл шөптердің арасына қойып, суретке түсіруге болмайды. Бұл өйткені бұл басқа шөптердің арасында бұл ерекшеленбейді. Егерде бұны басқа тағы да бір жап-жасыл болып жатқан нәрсеге барып түсіретін болсаңыз, бұл ерекшеленбейді. Себебі бұны ерекшелеу үшін сіз светті өзгертуіңіз керек. Мысалға мынандай аққа, немесе одан да аққа. Сол кезде бұның жасыл екенін және де шөп екенін, өнім екенін көрсететін боласыз. Мысалға тағы да қараңыз. Мысалға мына өнімді мынандай ақ тасқа барып қоятын болсаңыз, бұл мынаның арасында жоқ болып кетеді. Сізге байқалып отқан шығар, бәлкім кейбіреулерге мүлдем көрмей де қалады. Сондықтан айтарым, әр нәрседе өніміңізді сататын болсаңыз және де суретке түсіретін болсаңыз, арттағы локацияға өте мән беріңіз, арттағы фонға. Егерде сіздің өніміңіз ақ болса, қара фонға түсіріңіз, қызыл болса, көк фонға түсіріңіз. Қысқасы, бір-біріне антоним дейді, бір-біріне сәйкес келмейтін түстерді өте көп қолданыңыздар. Қызылды барып қызылға барып түсірмеңіздер, ақты аққа түсірмеңіздер. Сондықтан өте маңызды, естеріңізден шығармаңыздар, біз арға жалғастырамыз. Фонның светі дегеніміз түсінікті деген ойдамын. Қандай фон болады, соған байланысты киімімізді ауыстырып отыру керек. Үй жағдайында да YouTube жүргізсеңіздер де, Instagramға видео түсірсеңіздер де, ол өте маңызды. Кеттік. Фокус дегеніміз не? Құрметті шабандоздар, фокус деген нәрсе бар. Фокус бұл назар. Мысалға қараңыз, мен қазір сөйлеп жатқандықтан барлық назар бұл маған қарап отыр. Байқадыңыз ба? Фокус деген осы. Мысалға енді сіз өнім адамысыз. Сізде бір көптеген өнімдер шығуы мүмкін. Және де сіз өз өніміңізді реклама жасауыңыз қажет. Мысалға сурет жасаған кезде міндетті түрде бағана айттық қой, светпен жұмыс жасау керек, фокуспен жұмыс жасау керек. Мысалға енді сіздерге тәжірибе жүзінде көрсетейік. Қараңыз. Мынау сіздің өніміңіз. Фокус менде тұр қазір. Мынау сіздің өніміңіз. Егерде сіз өз өніміңізді жарнама жасағыңыз келсе, назарды осы өнімге бөлесіз. Қараңыз, фокус менде емес, енді мынада бөледі. Және де ең бастысы бұл күнмен жұмыс жасау. Қазір бізде күн прямой осыған тікелей күн осы өнімге түсіп тұрғандықтан, бұдан әдемі суреттер жасауға болады. Мен көрсек. Қараңыздар, мына суретке ешқандай өңдеу жасалмаған. Телефонмен де, компьютермен де, бұл жай ғана өзі қалай түсірілді, солай түсірілді. Және де бір алтын уақыт кезінде түсірілген съемкалар бағана айттым ғой, сәтті шығады деп. Мына суретке ешқандай өңдеудің қажеті жоқ. Тікелей осы жерге бір слоган жазып, немесе текст жазып, әдемі реклама жібере салсаңыздар болады. Қысқасын айтқан кезде сіздердің өнімдеріңізге де сол нәрсе байланысты. Егер де сіздер велосипед сататын болсаңыздар, міндетті түрде велосипедті күн батқан уақыттарда түсірсеңіздер, сол кезде де сәтті шығатын болады. Күннің атқан, батқан уақыттары сол алтын уақыт дегеніміз сол. Ал фокус дегеніміз осы, фокуста өте маңызды. Фокусты дұрыс алу керек, ол телефонда да бар, камерада да бар. Фокуспен жұмыс жасау қажет. Егер де адамның түрі бұлдырлап тұратын болса, міндетті түрде фокусты үстінен басып тұрсаңыздар, телефон үстінен, камераның үстінен, ол фиксация жасайды. Фиксация жасалған видеода ешқандай фокус кетпейтін болады. Ескеріңіздер. Келесі бізде перебивка дегеніміз жалпы мысалға сұхбатта Ахметбек ағайдың бетіп сөйлеп жатқаны, ана кісінің шай ішіп жатқаны, немесе бетіп тыңдап отырғаны, немесе бір қандайда бір эмоция, қуанып жатқан, күліп жатқан, соның барлығын кадр қылып, көп қылып, видео қылып жинап алсаңыздар, сол перебивка болып саналады. Монтаж кезінде арасында қосып отырсаңыздар болады. Оны практика сабақ кезінде сіздерге көрсететін боламын. Жалпы перебивкаларды қалай қолдану керек, қалай түсіру керек деген секілді. Сондықтан практика кезінде көретін боласыздар. Жалпы біліп жүріңіздер, перебивка дегеніміз осы. Мына видеоны қайтадан қарайық. Сол кезде көп нәрсе түсінікті болады. Кеттік. Жалпы видеода графика деген бар. Графический дизайн.
Жалпы видеода көп графика қолданған дұрыс негізінде. Егер де сіздер қандай да бір ақпарат берейін деп жатырсыздар, мысалы бір өнім жасайын деп жатырсыздар, қандай бір өнім деп айтайық, мысалы велосипед жасайсыздар. Біз Қазақстанда велосипед жасаймыз, Қазақстанда осындай өніміміз бар, осындай Қытайдан алып келеміз, мындаған мынандай бар, анау бар, мынау бар, толық ақпаратты сіздер графикамен берген дұрыс та, қасына шығарып, мынандай жазулар шығарып, мысалы мен бүйтіп сөйлеп жатсам, қасымда графический дизайнер мынаяққа шығып жатса, сол сіздің видеоңызға көптеген эффект беретін болады. Жақсы халықты, адамды жалықтырмайтын болады бір сөзбен айтқан кезде. Сондықтан да графический дизайнды көп қолдану керек. Мысалға, мына видеода біз Бауыржан ағаның видеосында қолдандық, көрсеңіздер болады. Сіз дайынсыз ба көруге? Кет. Шағын статистика. Қытай Халық Республикасының Қазақстан Республикасына жасалынған импорт көлемі 2019-20 жылдар аралығында 3 миллион 200 мың тонна бидай, 2 миллион 100 мың тонна сиыр еті, 340 мың тонна көкөніс майы, 300 мың тонна қой еті, 150 мың тонна бидай, ұнын, 88 миллион тонна бұршақ кіргізген. Бұл сандар жыл сайын көбеюде. 2019 жылы 11 айда жасалынған импорт құны 115,4 миллиард долларды құраған. Ал Қазақстаннан Қытайға жасалған экспорт көлемі 82,9 миллиард доллар бар жоғы. Салыстырмалы түрде әлдеқайда төмен, келісесіз ғой? Қараңыздар, анжақта барлығы графикамен жасалынған, Қытайға қанша барлығы сызып көрсету, Қытайға қанша кетеді, Қазақстанға қанша қалады, қазіргі таңда қанша статистиканың бәрі жазылып көрсетілген. Оның барлығын телефонмен де жасауға болады, оны практика кезінде көрсететін боламын. Жалпы видеода көп қолдану қажет, кеңес беремін. Кеттік, минимализм дегеніміз не көрейік. Шабандоздар, тағы да бір түсінікті айтқым келеді. Фотода минимализм деген түсінік бар. Минимализм бұл ерекшеленуді айтады. Сіздің товарыңызды, өніміңізді ерекшелеп түсіруді, үлкен бір фокус қоюды сұраймын. Мысалға қараңыз, мен артымда тас тұр. Бұны егерде мен осы тастың қасына келіп, мынандай отырып, осы тастың қасында суретке түсетін болсам, бұны минимализм деп атайды. Себебі жай ғана тас, ал ортасында мен отырмын, ерекше болып. Сондықтан әр өнімді бір үлкен бір локацияда ерекше болып тұруды минимализм деп атайды. Дәл қазір мен сіздерге бір аккаунттарды белгілеп кететін боламын, сол аккаунттарға тіркеліп алыңыздар. Сол кезде минимализмнің не екенін түсінетін боласыздар. Және де тағы да бір-екі суреттерді көрсете кетейін, жалпы түсінік болу үшін. Қараңыздар, мына суреттерде минимализм. Барлығы аппақ болып тұр, мына қыз қара болып, қара киіммен тұр. Барлығы аппақ, мына жанды қызыл болып тұр. Қысқасын айтқан кезде ерекшелену. Толықтай ақ жерге барып өзіңіз қара болып тұратын болсаңыз, ерекше болып, соны қолдансаңыздар болады. Егер де минимализмді тура сол форматта, таза сол форматта Инстаграм жүргізетін болсаңыз, сіздің Инстаграмыңыз өте сапалы, әдемі болып шығатын болады. Мен оған кепілдік бере аламын. Тексеріп көріңіздер, минимализммен 2 сурет сап көріңіздер. Сіздерде жалпы пост парақшаны бүйтіп, общий планда қараған кезде әдемі болып шығатын болады. Минимализмді көп қолдану қажет. Келесі, креатив. Анжақ, не екен, Түп-түзу екен. Болмайды дейді ғой. Жөніп түсіреміз. Және де видеодағы ең қызық сәт бұл өзіңіздің креативтеріңізді дамыта біліңіздер. Қауіпті болса да, қызық болса да, өздегі съемочный момент деген бұл өмірдегі ең бір қызық сәттердің бірі деп айтуға болады. Дәл қазір біз мына мосттың үстінде түсіріп жатық. Негізінде бұл мостта рұқсат етілмеген түсіруге. Дегенмен біз шабандоздарымызға арнайы сіздерге бір жақсы көрініс сыйлау үшін осы мосттың үстінде түсіріп жатық. Міне, креатив дегеніміз осы, жалпы кішкене тәуекелге бара алу, немесе көп нәрсені қасыңыздағы нәрселерге байланысты көптеген видеолар түсіру, осының барлығын қазір бір-екі сәттерден кейін сіздерге айтып көрсететін боламыз. Әзірге айтарым, әрбір видеодан ләззат ала білу қажет. Кез келген оператор, видеографтың барлығы өмірі қызыққа толы. Не үшін? Себебі әртүрлі съемкалар болады, әртүрлі қызықтар болады. Съемка кезіндегі қызықтар, съемка біткеннен кейін қызықтар. Жалпы бағанағы алтын уақыттың өзін тура сол уақытты іздеп бару. Қысқасын айтқан кезде әрбір сәттен ләззат ала білу қажет. Қасыңызда жүрген досыңызды көп түсіріңіз, қасыңыздағы жанындағы жақындарыңызды көп түсіріңіз. Әрбір сәтті момент қап, архив дейді, архив, история дейді Инстаграмда. Сондықтан айтарым, әрбір сәтіңіз история, сол үшін түсіріп жүріңіздер,
көбірек қолданыңыздар, көбірек камераны қолданыңыздар. Жай ғана телефонды көтеріп жүру ол дұрыс емес. Мен көптеген достарым бар, iPhone 11 алып алып, ештеңе түсірмей жүретін адамдар бар. Сондықтан да айтарым, кез келген қолыңыздағы бағалы затты бағалай біліңіз, және де соны құр көтеріп жүргенше соны қолдана алу қажет. Одан қазіргі таңда ақша да тауып жүр, қазір алдағы уақытта ақша туралы айтатын боламын. Заказ қалай алу керек, сол туралы. Кеттік. Локация алдын ала дайындау. Мысалға, мен шарт. Әрбір съемка кезінде локацияға алдын ала барып таңдау қажет. Мысалға, сіз тарихи оқиға айтатын болсаңыз, тарихи жерді барып таңдау қажет. Немесе бір күлкілі эмоция сыйлайтын жарқын бір жерге барып түсіргіңіз келсе, жарқын бір локацияны таңдау керек. Локация дегеніміз жалпы сіздің съемка болатын жер. Мысалы, үйде түсіресіз ба, көшеде түсіресіз ба, офиста түсіресіз ба, соның барлығын локацияны алдын ала анықтау қажет, алдын ала білу қажет. Сол жақсы нәрсе. Мысалға, сіз тарих туралы. Мысалға, мен қазір бір видео көрсем, сол видеода Ахметбек ағай жалпы тарих туралы бір өлең айтты. Сол өлеңді маған берген кезде, Еркебұлан осыны түсіру керек деген кезде, маған бірден тарихи жерге бару керек деген ой келді. Негізінде бастапқы съемка бұл кәдімгі отырып түсіре салам деп ойлағанбыз. Кадрларды қосып, перебивкалар қосып, сөйтіп алып шығамыз деп. Бірақ дегенмен де біз кішкене өтініш жасап, осылай жерге барайық, осындай съемкалар жасайық, соның барлығын алдын ала шешіп, алдын ала жасап қойдық. Мына видеоны қарасаңыздар, көп нәрсе түсінікті болады. Әмір темір, күш пен ақыл кімде мықты, соның даңқы ең үстем. Қиып өтіп, өзен көлден, қияшыңнан, еңістен, сырнайлатып, кернейлетіп, әмір темір әскері, мәрмәр қала Самарқандқа оралды зор жеңіспен. Кешке таман, тұс-тұсынан, сансыз жарық самсаған, көк сарайдың аясында шаттық қосты қаншадам. Аққу мойын әсем әндер қалықтады төбеде. Темірдің бұл жеңіседі, көптен күтіп аңсаған. Ой сезімді айналдырып, інжу тізбек алқаға, Қожа Хафиз шабыттанып, жыр оқыды ортада. Әмір темір қанаттана, жырға балқып, шоқтанып, арайланған жанарында шоқтай қызу от жанып, неткен асқан сұлулық бұл, неткен жомарт сезім деп, қайта-қайта басын изеп, қолын соқты шаттанып. Кенет біреу ал... Міне, қараңыздар, осы видеода барлығы алдын ала дайындалды. Сіздерде де алдын ала дайындалу қажет. Локация, киімдер, актерлар, барлығы. Осыған бір аптадай уақыт кетті. Мысалғаннан бәрі мен актерларды таптым, киімдерін тауып бердім, локацияны іздедім. Сосын барып бұлардың сөздерін, ағайдың сөзін жаздым, запис қылып жасадым. Актерларды алдын ала дайындадық. Қысқасы айтқан кезде әрбір өнімге кішкене мән беріп қарау қажет. Ақша құятын болсаңыздар, ақша құю керек, жалдайтын болсаңыздар, актер жалдау керек, немесе бәрін өзім істеймін деген нәрсе де болмайды. Сондықтан да айтарым, әрбір съемкаға үлкен мән беріңіз. Сол кезде сіздің сатылымыңыз да жақсы болады, сол кезде сіздің өніміңіз де бүкіл Қазақстан, бүкіл әлем танитын болады. Қысқасын айтқан кезде өнімге үлкен мән беріңіздер, оның қалай түсірілгеніне, түсірілу қажет екеніне мән беру қажет. Кеттік келесі. Слайдер. Бұл дегеніміз жалпы бұл қарапайым телефонды дірілдемеуіне және де телефонның видеолардың динамичный дейді, солай шығуына ықпал етеді. Мысалға видеоны тек қана бұлай тұрып түсіре салғаннан гөрі, бұған қандай да бір қимыл беретін болсаңыз, сіздің видеоңыздың сәтті сапалы шығуына ықтимал көмегін тигізеді. Енді сіздерге жалпы құрылғыларды айтып кетейін, соны сіздер өз қолдарыңыздан жасасаңыздар болады, үй жағдайында да. Мынау слайдер. Бұл қарапайым телефонға бекітілген, бұлай сырғытып алып жүруге жасауға болады. Ал егер де сіздерде бұндай жағдай жоқ болатын болса, мүмкіндік жоқ болатын болса, кәдімгі қарапайым сіздер көрпені немесе қандай да бір матаны телефонның астына қоясыздар, соны бүйтіп жай ғана тартасыздар өздеріңізбен бірге. Сол кезде сіздің телефоныңыз қатты дірілдемейтін болады, және де слайдер сияқты бүйтіп ақырындап тартылатын болады.
астына перде қойып бүйтіп тартатын болсаңыздар, көрпе болсын немесе мата болсын, өздеріңіз білесіздер, енді тартып, сол слайдердің орнына қолдануға болады. Мынау кәдімгі кәсіби түрде мынаны телефонға қойып істелген. Егер де үй жағдайында жасап көрсеңіздер болады, немесе жалпы слайдер деген не деп интернетке теріп көрсеңіздер толық ақпарат шығады. Келесі бұл бізде Dolly. Dolly бұл кәдімгі қарапайым ойыншық машина. Соған сіздің телефоныңызды қойып, кадрлар, съемкалар жасаңыздар болады. Dolly деген мынау видеосы бар, көресіз? Метки в помещении, так и для различных операторских эффектов на улице. Благодаря универсальному креплению четвертьдюйма на тележке можно крепить различные аксессуары, такие как... Қараңыздар, көрсіздер ма? Dolly деген кәдімгі қарапайым көлік машинанандай ойыншықтар, там 200 мың теңге тұрады ары кетсе. Соған телефонды үстіне қыстырып қойып, немесе скотчпен, немесе бірдеңкемен байлап қойып, осы Dolly'ді қолдансаңыздар болады. Өте жақсы нәрсе, және де сіздің видеоңыздың әдемі шығуына көмегін тигізеді. Бүйтіп бір мебельдердің арасынан жүргізсеңіз болады, немесе көшеге машинаны жүргізіп тастасаңыз болады, сол сіздің видеоңыздың әдемі шығуына көмегін тигізеді. Кеттік. Стабилизатор, бұл кәдімгі телефонға арналған стабилизатор. 70 мың, 60 мың тұрады. Ал егерде сіздің мүмкіндігіңіз жоқ болатын болса, стабилизаторды қолдан жасауға болады. Ол дегеніміз қалай? Мына телефонды аласыз, бүйтіп мына екі қолыңызды беліңізге қыстырасыз, және де бүйтіп алып, онымен бірге қимылдайтын боласыздар. Кез келген видеода бірге қимылдау арқылы сіздің жалпы қолдан стабилизатор жасауға болады. Ең бастысы сотканы дірілдетпей, мына екі жағыңызға иыққа қойып алып, аяқты түзу ұстайтын болсаңыз, және де бірге қимылдайтын болсаңыз, сіздің телефоныңыз стабилизатор болып, сол ручной стабилизатор деп аталынады. Қолмен жасауға болады стабилизаторды. Мынау қымбатырақ тұрады. Келесі. Телефонмен түсіру, ең алдымен бұл сүрту. Қарапайым телефонды сүрту. Енді бұл қарапайым естілуі мүмкін, дегенмен де жұмсақ нәрсеге телефонды сүрту өте маңызды. Сіздің телефоныңыз қалтада тұрады, немесе басқа жерде тұрады, бу жинап қалуы мүмкін, немесе шаң түсіп кетуі мүмкін. Сондықтан да әрбір съемканың алдында телефонның камерасын сүрту өте маңызды. Келесі, бірге қимылдау. Оған қазір видео көрсететін боламын, бірге қимылдауға туралы. Настройкасын дұрыстау. Настройкасын дұрыстау дегеніміз қалай? Мысалға, сіздер настройкаға кіресіздер. Переход жасау туралы практика сабағында көрсететін боламыз. Қалай переход жасау керек, қалай монтаждау керек переходты, сосын барып қай жерден қай жерге қарай өткізу керек. Қолдан жасалынатын переходтар, телефондағы переходтар сол туралы толық ақпаратты практикада ала алатын боласыздар. Практиканы жібермей қараңыздар. Кетіп келесі. Жан-жақты ракурс көру. Ракурс дегеніміз бағана айттық. Қандай ракурстар бар? Астынан түсіру, төменнен түсіру, жоғарыдан түсіру, соның бар ракурс. Кеттік бірге қимылдау. Құрметті көрермендер, телефонмен түсірген кезде бірге қимылдау дегеніміз не? Дәл қазір мен сіздерге көрсететін боламын. Және де сіздер үй жағдайында немесе қалада жүрген кезде бір тапсырыстарды ала аласыздар. Кемінде 30 мың теңгеге қазір видеографтарды жалдайды, және де сіз соны қарапайым телефон арқылы жарнамалық ролик түсіре аласыздар. Мысалға қараңыздар, мен мынандай өнімді жарнама жасайын деп жатырмын. Бұл жерде қарапайым светтер, және де ол светтерді сіздер табиғи светтермен қосымша алсаңыздар болады. Немесе мынандай қызыл фольга бар ғой, фольганы неге светке, телефон светіне, жарыққа, фонарикке үстіне қойып, сол арқылы жарық түсіруге болады. Қысқасын айтқанда, өздеріңіздің креативтеріңізге байланысты, кез келген светті өздеріңіздің дұрыс қолданғандарыңызға байланысты. Енді мысалға, бағана айттым ғой, камерамен бірге қимылдау маңызды деп. Телефонды қолға алған кезде, мысалға бүйтіп аяқты былай ұстайсыздар, сол кезде жарнамалық ролик түсіретін кезде бүйтіп бірге қимылдайсыздар. Аяқты алдыға қарай жібересіздер, артқа қарай фиксация жасайсыздар. Сөйтесіздер да, қара фон болмау керек, бүйтіп былай қарай өтесіздер. Содан кейін барып жарнамалық ролик басталады. Ақырындап бірге қимылдайсыздар. Мысалға астынан алған кезде үстіге қарай көтересіздер. Міне бүйтіп. Үстіп аласыздар. Екіншісінде бүйтіп айналдырып не істеуге болады? Қараңыздар, былай айналдырып. Айналдыруға болады. Және де үстінен бүйтіп алсаңыздар өтіне қызыл светке байланысты.
үстінен былай қарай төмен қарай аласыздар. Және де бүйтіп кішкене айналдырасыздар. Үстіп. Ең бастысы бұл жерде сіздерге айтайын дегенім. Негізі телефонмен бірге қимылдау өте маңызды. Бұл қарапайым съемка болсын, немесе өзіңіздің съемкаңыз болсын, барлығында телефонмен бірге қимылдау ол өте маңызды. Бағанағы айтқанымдай крупный план, средний план деген сияқты аламыз. Барлығын бір-біртіндеп жинап аламыз. Және де детальный пландарды аламыз. Жарыққа қарама-қарсы мынандай домалақтарды детальный план дейді. Сондайларды жинап аламыз. Детальдарды бүйтіп, осыларды бүйтіп жинап аламыз. Құрметті көрермендер, телефонмен түсірген кезде бірге қимылдау дегеніміз не? Дәл қазір мен сіздерге көрсететін боламын. Және де сіздер үй жағдайында немесе қалада жүрген кезде бір тапсырыстарды алып енді нәтижесі бөлек. Қандай видео шыққан? Тоқтат, өшірт. Бұл тиіспеш, о жақ тиіспе. Қараңыздар, қазір нәтижесін көрсететін боламын. Жалпы телефонмен түсірілген, телефонмен монтаждалған және де 30 мың теңгеге сатылған видео. Көрейік. Қараңыздар, бұл видеограф деген кәдімгі кәсіп ретінде алып жүрсеңіздер болады. Мына видеода қарапайым барлығы түсірілген, монтаждалған, телефонмен жасалынған және де ұлттық нақыштағы бұйымдар жасалынатын магазинге сатылған видео. Қысқасын айтқан кезде қазіргі карантин кезінде де осы кәсіппен айналысып, көбірек түсіріп, көбірек практика жасап, көбірек монтаж жасап, және де соны еңбегіңізді сатуыңызға болады. Практика кезінде қалай монтаждалғанын көрсететін боламын. Кеттік. Суретке түсіруге ұялмаңыздар. Қарапайым нәрсе, бірақ көбірек суретке түсіруге тырысыңыздар. Ракурстардан алыңыздар, қасыңыздағы достарыңызды түсіріңіздер, туыстарыңызды түсіріңіздер. Әрбір сәтті көбірек түсіріп алуға тырысыңыздар. Және де сізге естелік болып қалады, бағанағы айтқанымдай, сондықтан да айтарым, суретке көп түсіруге ұялмаңыздар. Экспозиция маңызды, ол жарық. Бағанағы видеода көрсеттім, экспозицияны қалай төмендету керек. Сурет адамның аяғын кесуге болмайды. Мидан көрсе салайықшы. Қараңыздар. Суретте, видеода адамды кесуге болмайды. Оның өзінің ережелері бар. Бағана айттым ғой, крупный план, средний план, общий план сол кезде ғана кесуге болады, бірақ оның өзі дұрыс кесілу қажет. Мысалға мен мына қолымның жартысын былай кесе алмаймын. Мынау дұрыс емес негізі. Егер де сіз былай түсіретін болсаңыз, немесе бір қолыңыз, шынтағыңыз кіріп қалатын болса, ол дұрыс емес, оның өзінің ережелері бар. Сондықтан да айтарым, кескен кезде өзінің мөлшерімен кесу қажет. Мысалға, аяқтан бүйтіп кесу керек, немесе былай кесу керек деген секілді өзінің кесудің ережелері бар. Егер де мысалға кейбіреулер бар, былай кеседі, басын жартысы жоқ болып қалады. Кейбіреулер бар, керісінше төбеге қарай мойнынан кесіп тастайды. Қысқасын айтқан кезде кесудің де өзінің ережелері бар. Бағанағы айтқандай крупный план, средний план, общий план. Қазіргі таңның өзінде менде кесіліп тұр средний план. Қазір қараңыздар, кесіліп тұр менде, бұл дұрыс. Қараңыздар, қазір кесіліп тұр ғой? Жоқ, ана видеодан. Қараңыз, кесіліп тұр, ол дұрыс. Тура мына тізеден кесуге болмайды. Тура мына тізенің ортасынан кесуге болмайды. Берші, көрсетші видеоны. Қараңыздар, бұлай кесуге болмайды, төмендет. Үлкейт кішкене. Тура тізеден кесші, тізеден. Қараңыз, мына жерден кесуге болмайды. Қараңыз, өйстіп кесуге болмайды. Бұл ары қарай аяғы бар ма адамның, жоқ па, әлі белгісіз болып қала ма, сондай үшін. Қысқасын айтқан кезде, кескен кезде де үлкен мән беріңіздер, өзінің ережелері бар. Міне средний план осылай. Общий план толықтай көрсету. Солай. Әрбір планда дұрыс қолдана алу қажет, дұрыс кесу қажет. Келесі. Фото түсіру. Қиып тастау, бағанағы айттым, воздух қалдыру. Енді воздух жайлы. Воздух дегеніміз не? Бұл бос кеңістік. Қазіргі таңда мысалға қараңыздар. Қараңыздар. Воздух. Екіншісін шаш. Мысалға әркім воздух қалдырған кезде ол дұрыс емес, бос кеңістік. Мысалға қараңыздар. Егер де Әл-Фараби атамыз айтады, әр нәрсенің өзінің мөлшері, алтын мөлшері болу қажет. Мысалға қараңыздар, мен қазір средний планға қараңыздар.
Средний план, менде қандай да бір мөлшерде не бар, бос кеңістік бар. Ол дұрыс, қараңыздар, жоғарыда қатты көп емес, және де екі шетінде нақты бірдей бос кеңістік қалып отыр. Кейбіреулер дұрыс бос кеңістік қалдырмайды. Егер де сіз былай қалдыратын болсаңыз, ол дұрыс емес, себебі артыңызда не үшін бос кеңістік қалды, соны көбісі түсінбей қалуы мүмкін. Ол тек суретте ғана сіз жарнамалық ролик түсірген кезде түсіруге болады, бірақ нежелательно. Қысқасын айтқан кезде артыңызда бос кеңістік қалдырмаңыз. Ал егер де сіз алдыңызға бос кеңістік қалдыратын болсаңыз, онда кішкене оправдание бар. Өйткені сіздің алдыңызда журналист болуы мүмкін, сұрақ қойып атқаны мүмкін, немесе бір қандай да бір адамның тұрғанына, адамның психологиясына кез келген көріп отырған адамға түсінікті болады, что вот алдында бір адам тұр, сол адаммен диалог жүргізіп жатыр деген секілді түсінік болады. Сондықтан да айтарым, бос кеңістікті дұрыс қалдыру қажет. Және де төбеде де бос кеңістікті бекерден бекер артық бос кеңістік қалдыруға болмайды. Сол үшін айтамыз, бос кеңістікті нақты мөлшерде, алтын мөлшерде қалдыру қажет. Кетіп келесі. Суретке өмір сыйлау дегеніміз сол бағанағындай әрбір сәтті суретке түсіре алу, құстың ұшып бара жатқаны, иттің қауып жатқаны, немесе бір досыңыздың күліп жатқаны әрбір сәтті суретке түсіріп алу арқылы сіз суретке өмір сыйлай аласыз. Сондықтан көбірек түсіріңіз, көбірек көріңіз. Натюрморт дегеніміз кәдімгі қарапайым ыдыс-аяқ. Мысалға мына ыдыс, мынау натюрморт. Егер де осының өзін түсіретін болсаңыз, жақыннан алыстан түсіретін болсаңыз, натюрморт деп аталынады. Есіңізге сақтап алыңыздар. Мен қарапайым, мына жақта жеміс-жидектері бар, қасында ыдыс-аяқ тұр. Натюрморт дегеніміз сол ыдыс-аяқты түсіру, натюрморт деп аталынады. Кеттік. Нақты ережелер. Адамның түріне байланысты түсір. Ол дегеніміз қалай? Егер де сіз толық болатын болсаңыз, сізді мейлінше төбеден түсіру керек, жоғарыдан түсіру керек. Егер де сіз мысалға басыңыз үлкендеу болатын болса, сіз жоғарыдан төмен қарай түсіріңіз. Сәлем достар, анау-мынау деген секілді. Ал егер басыңыз дәу болатын болса, онда төменнен түсіру бұл дұрыс емес, сіздің басыңыз үлкен, оны одан сайын үлкен көрсететін болады. Сол сияқты адамның түріне байланысты түсіру өте маңызды. Егер сіз семіз болатын болсаңыз, оны жоғарыдан түсіру керек. Егер сіз қатты арық, өзіңізді толық көрсеткіңіз келсе, төменнен жоғары қарай түсіру керек. Түсінікті деп ойлаймын. Егер төменнен жоғары қарай түсіретін болсаңыз, сізді ол кішкене толық қып көрсетеді. Ал жоғарыдан асы қарай түсіретін болсаңыз, сізді арық қып көрсететін болады. Лайфхактар қолданып көріңіздер, суреттеріңізге, видеоларға қолдануға болады. Келесі кеттік. Алдыңғы камера жақсы түсіреді. Мына камера, алдыңғы камера қарағанда артқы камера жақсы түсіреді. Осыны ескеріңіздер. Егер де сіздер YouTube-қа влог түсіретін болсаңыздар, былай түсірген ыңғайлы. То есть камераның былай қарай. Өйткені сіздің артқы камераңыз алдыңғы камераңызға қарағанда екі есе жақсы түсіретін болады. Егер де влог түсіретін болсаңыз, телефоныңызды былай қойып қойыңыз, және де мына камера сіз түсіретін болады. Ал егер де қатты көргіңіз келсе, айна қойып қойыңыз. Ал сол айна арқылы өзіңізді не істеп жатқаныңызды, не түсіріп жатқаныңызды көре аласыз. Қысқасын айтқан кезде, қарапайым телефондағы алдыңғы камера нашар түсіреді, артқы камера жақсы түсіреді. Естеріңізге сақтап алыңыздар. Кеттік. Наушникпен түсіру қажет. Көп кезде барлық видеода дауыс өте маңызды. Телефонға түсіретін болсаңыз, міндетті түрде дауысынан проблема болатын болады. Сондықтан да айтарым, бұның екі лайфхак бар. Біреуі наушникке сөйлеу, наушникке телефонға қосып қойып, наушникпен түсіру. Екінші лайфхак бұл екі телефонмен түсіру. Бір телефон түсіріп жатады, екінші телефонға диктофон қосып қоясыз. Сол арқылы сіз тақап қойып сөйлей берсеңіз, келесі монтажда екі видеоны бір-біріне қосып, дауысты аузыңызға келтіріп аласыз. Практика сабағында сізге озвучканы көрсететін боламын. Сол арқылы қолдана аласыз. Жұмсақ заттарды қойған дұрыс. Ол дегеніміз не? Сіз мысалға мынандай ғимаратта түсіріп жатырсыз. Сіздің дауысыңызды алады да мына сцена ұрып өзіңізге қайтадан келеді. Ол сізге қандай да бір шум алып келетін болады. Сондықтан да егер де сіздер қандай да бір жұмсақ нәрсені, мақтаны, матаны немесе жастықты үй жағдайында, жастық көрпені қасыңызда қойып сөйлейтін болсаңыз, сіздің дауысыңыз тұнық, анық естілетін болады. Ескеріңіздер, көріңіздер, жасап көрсеңіздер болады. Немесе шкафқа кіріп, диктофонға дауыс жазсаңыздар болады. Ол да сіздің дауысыңыздың анық, тұнық шығуына көмектесетін болады. Кеттік, келесі. Екі камера бір жақты түсіруге болмайды. Ол дегеніміз қалай? Сіз көрсетемін. Жақсы, практика сабағында сіздерге толыққанды көрсетейін, түсіріп, қалай камера, қай бағытта түсіру қажет. Практика сабағын жібермей қараңыздар. Планның өзгеру маңызды, ол да практика сабағында көрсетеміз.
Сценарий қалай жазылады? Видеода, сатылым алып келетін видеода сценарий өте маңызды. Сценарий жазудың мен үшін өзі 5 бөлімі бар. Сол 5 бөлімге бөліп тастап, соған арнап сіз съемка жасайтын болсаңыз сатылым алып келетін. Ол сіздің сатылым алып келетін видеоңыздың жақсы қаралым болуына, жақсы сатылым жасауына көмегін тигізеді. Мысалға, бастамасы 5 секунд вау-эффект. Ол дегеніміз не? Бағана мен қарапайым доп теуіп, төбемінің бәрі өзгеріп кетті ғой, аспан барлығы өзгеріп кетті. Мысалға, сондай бір эффект қолдансаңыздар болады. Вау-эффект дегеніміз сол, бастапқы 6 секунд, 7 секунд, немесе бастапқы 5 секунд көп нәрсені шешеді. Сол үшін бастапқы 5 секундта стап қалуларыңыз керек, немесе сөз айтқан кезде де. Мысалға, сіз Инстаграмда жүргізіп жатырсыз. Бірден съемка, бірден басталған кезде, сіздің таргетіңіз шыққан кезде, сіз бірден бастапқы 5 секундта стап қалу керек. Мысалға, тоқта, мен саған қазір бүкіл мәліметті айтатын боламын. Немесе, тоқта, сен бүкіл сырды, бүкіл құпияны дәл қазір білетін боласыз. Бұл 5 секунд, бірақ сіздің көрермендеріңіздің стап қалуына ықтимал жасайды, көмегін тигізеді. Сондықтан да айтарым, анонс деген нәрсе бар, бұл YouTube'та қазір көрсететін боламын. Ол да вау-эффектке жататын болады. Жатады, то есть. YouTube'да анонс деген нәрсе бар. Инстаграмда бастапқы секундтарда бір эффекттер қолдану қажет. Вау-эффект дегеніміз осы. Кеттік, танысу. Видеода сіз өзіңізді таныстыруыңыз қажет. Вау-эффекттен кейін міндетті түрде танысу керек. Мысалға, мен бүйтіп таныстыруым керек. Мысалға, мен өзім таныстырған кезде есімім Еркебұлан Бекқалиұлы. Осыған дейін 7-ші арна, Евразия арналарында қызмет жасадым. Қазіргі таңда режиссермін, сіздерге ақыл айтқым келіп тұр. Немесе сіздерге бірдеңке айтқым келіп тұр, бірдеңке сатқым келіп тұр деген секілді. Бастапқы кезде халық білу керек, көрермен білу керек сіздің кім екеніңізді. Екінші, бұл боль. Сіз қазіргі таңда немесе өз салаңызда сіз өз больді анықтау қажет. Мысалға, Инстаграм жүргізген кезде көбісінде боль, ол Инстаграмда подписчигі аз. Ол үлкен бойлардың бірі. Инстаграмда сіз подписчигіңізді көбейтуіңіз қажет. Сол үшін сіз мысалға больді анықтаған кезде, съемка жасаған кезде бірден айтасыз. Сіздің Инстаграмыңызда просмотр аз. Инстаграмыңыздағы просмотрды қалай көбейтіңіз келеді ме? Немесе сіздің подписчигіңіз аз, қалай подписчик көбейтіңіз келеді? Сол туралы білгіңіз келе ме? Сол сияқты сұрақтар қою арқылы, больдарды анықтау арқылы сіз сатылым жасай аласыз. Мысалға, сіз мұғалімсіз. Және де сіз сол мұғалімдерге онлайн сабақ бергіңіз келеді. Соларға шыққан кезде сіз бірден айтасыз. Сіз қазір барлығы офлайнның барлығы тоқтады, онлайнға ауысқыңыз келеді, бірақ қалай ауысатыныңызды білмейсіз бе? Біз сізге үйретеміз деген секілді олардың бойларына ауыр бір қиналған жерлерінде тигізу арқылы сіз сатылым алып келетін видеоға сценарий жаза аласыз. Шешімін айту қажет. Бағана айттым ғой, сіздің Инстаграмыңызда подписчик аз. Енді оның шешімі біздің курсқа қатысу арқылы сіз Инстаграмдағы подписчигіңізді көбейте аласыз. Осы екі нәрсе, боль және де шешім. Боль және удовольствие дейді ғой. Осы екі нәрсе. Больді айттың, енді шешімін айту керек. Менің курсыма қатысу арқылы сіз осындай шешімін бойыңызды, то есть кемшілігіңізді жаба аласыз, немесе бір өнімді сатасыз. Сіздің велосипед сатасыз мысалға. Велосипед сатқан кезде сіз айтасыз, сіздің балаңыз велосипед алғысы келеді, бірақ қайдан алатынын білмей ме, барлығы қымбат па деген секілді сұрақтар қою арқылы енді шешімі біз велосипед сатамыз, өте арзан, өте сапалы деген секілді. Сол секілді сатылым алып келетін видеода солар өте маңызды. Кеттік. Возражение жабу. Бұл дегеніміз видеода, егер сіздің видеоңыз 30 секундтық болмаса, 1 минуттық видеолар болатын болса, міндетті түрде возражениені жауып тастау қажет. Мысалға, мен Еркебұлан, мен бір курс жасадым, және де маған барлығы звондайды. Ана жерде ана курс 5000 теңге тұрады, мына жерде курс 2000 теңге тұрады, мына жерде 3000 теңге тұрады, сіздің курсыңыз неге 10000 теңге тұрады. Сол үшін сіз әр қайсысына бөлек, менің курсым 10000 теңге тұрады, себебі мен сертификатым бар, менің курсым 10000 теңге тұрады, себебі мен осы жерде жұмыс жасаймын. Ондай нәрсе өтпейді. Сіздің видеода сразу барлығы четко айтылып тастау қажет. Сертификаттар көрсетілу керек. Мысалға Олпан, біздің копирайтинг. Біз оны жарнама жасаған кезде қасында сертификаттар шығарамыз. Мысалға мен өзімнің курстарымды сатқан кезде қасыма мынандай курстардан өткенмін, осындай адамдардың курстарын тегін бере аламын деген секілді лид магнитті қосып, қасына возражениені жауып, сол арқылы сатылым алып келетін видео жасаймын. Сол үшін ескеріңіздер, возражениені бірден жауып тастау қажет. Кетіп келесі. Іс-әрекетке шақыру. Бұл дегеніміз қалай? Қазір бір видео көрсетемін, сол арқылы көп нәрсе түсінікті болады. Кеттік.
лид магнит дегеніміз бұл көп нәрсені тегін беру. Копирайтингте айтқан шығар сіздерге, жалпы маркетингте де. Лид магнит бұл бір нәрсені арзан қылып беру немесе тегін беру. Сол арқылы өзіңізде клиент тарта аласыз. Соны видеода да қолдануға болады. Сілтемені көтеру арқылы сіз осындай нәрсені тегін аласыз, немесе номер қалдыру арқылы сіздер чек-листтер тегін аласыз деген секілді. Лид магнит беру арқылы сіз өзіңізге оқырмандар, өзіңізге подписчиктер, өзіңізге немесе сатылым клиенттерді таба аласыздар. Ескеріңіздер, лид магнит деген сол. Кеттік. Осы жерде көресіздік сатылым алып келетін видео қалай жасалынады. Здравствуйте, я Улпан Сильбек, основатель Декола. Мы создаем обувь ручной работы по цене в 4 раза ниже, чем модели из Италии, и с гарантией 3 года. Зная проблемы обуви из Турции и Китая, мы запустили свое производство и создали ассортимент из 23 моделей и 3 расцветок. Мы работаем без посредников, поэтому цена в 4 раза ниже, чем в магазинах. Кожа, нити, подошвы и другие детали готовятся вручную. Делает обувь уникальной, гарантированно послужит 3 года и более. Двойная кожа защитит от неприятного запаха. Двойной шов не разорвется и не распутается, а обувь сохранит свой вид. Обувь готовится из итальянской кожи, подошва из каучука или чепрака с высотой 1,5 см. Все крепко сшивается двойными нитями. Переходите по ссылке, жмите кнопку подробнее и в подарок от меня получите 7 полезных советов по уходу за обувью ручной работы. Көрдіңіздер ма? Сатылым алып келетін видео дәл осылай жасалынады. Барлығы көрсетті. Бағана мен айтқан бәрі перебивка бар ішінде, лид магнит бар, нөмір қалдар чек-лист ал деп жатыр. Және де көптеген ақпараттар айтылған, больд айтылған, өздерін таныстырған италиялық аяқ киім деген секілді. Сол секілді барлығын қамту қажет. Мен айтқан осы 5 нәрсе бағанағы айтқан шешімі, возражение жабу, іс-әрекетке шақыру, лид магнит, бастамасы 5 секунд, вау-эффект, осының барлығын қолдана отырып сценарий жазатын болсаңыз, міндетті түрде сіздің сатылым болатын болады өніміңізге. Кеттік ары қарай. Іс-әрекетке шақыру. Бұл менің сыйлығым саған, бұл сенің сыйлығың маған. Сен досың, мен досыңны қалағам. Мен қараңыздар, іс-әрекетке шақыру дегеніміз осы 50% жеңілдік ал, номерді төменге қалдырда 50% жеңілдік ал. Ол өте дұрыс, себебі бірден іс-әрекетке шақырып тастайсыздар. Мен осы видео арқылы 260 лид алып келдім бизнес бастауға. Бәлкім араларыңызда Бабылаев арнасы арқылы келгендер де бар шығар, немесе көргендер де бар шығар. Сол арқылы бизнес бастауға біраз адамды жаптық. Қысқасын айтқан кезде іс-әрекетке шақыру міндетті түрде жасалу қажет. Сол арқылы сіз сатылымды көп жасай аласыз. Солай, кеттік. Ұялмау қажет. Компания Тестрансკом представляет качественный логистический сервис и машина на любой вкус. Для подачи заявку на машину оставьте свой контактный данные внизу. Жаңағы жарнама шынайы, сен айтып өттің, шынайы табыс алып келді компанияға. Қанша? Бұны бастағанымызға 1 жыл болды. Негізі партнеріміз Думанақ екеуміз. Бұның қазір айлық обороты 10 миллион. Осы рекламаның арқасында, достар, кәні! Міне, осы рекламаның арқасында 10 миллион оборот жасап отыр. Бұл Шыңғыс, Шымкентте өскен, кішкентай кезінде ит қауып алған, бірақ өзі орысша тілі келмейді, тұтығып сөйлейді. Қысқасын айтқан кезде бұл кәдімгі бізде Алмазда оқып кеткен, сол арқылы көп ақша тапқан. Сізге де айтарым осы Шыңғыстан үлгі алу қажет. Шыңғыс ешқашан ялған емес, ешқашан камера алдында сөйлеуге қорыққан емес. Қысқасын айтқан кезде өз қорқынышыңызды, өз ялғаныңызды жеңе білу қажет. Бізде Сапардың жақсы сөзі бар. Сапар бізде кішкене қаралау жігіт, сол айтады, камераға шығатын кезде мен есіме америкалық бір жігітті еске аламын, ол өте қап-қара дейді. Соған қарап тұрып, мен өзіме мотивация аламын дейді. Қысқасын айтқан кезде әртүрлі мотивациялға болады, әртүрлі ұялмауға болады, өзіңіздің бір үлгі алатын бір кісіні тауып алу қажет. Мысалға, көп қой енді, қара адам өзінен қара адам табу керек, мүгедек адам өзінен қатты мүгедек адам табу, түрі жаман адам одан да түрі жаман адам табу керек. Қысқасын айтқан кезде ешқашан съемкаға, камера алдында сөйлеуге ұялмау қажет. Және де лайфхак, айнаның алдында көп сөйлеуге тырысыңыздар. Өз-өздерімен сөйлесіңіздер, немесе бір кітапты оқыңыздар. Ол сіздің камера алдында сөйлеуге ұялмауға көмегін тигізетін болады. Кеттік ары қарай.
Креативный реклама. 3, 2, 1. Міне, қараңыздар, қарапайым реклама Mercedes-Benz-тікі. Олар машинасының қатты қозғалмайтынына реклама жасап жатыр. Олар машинасы дірілдемейді. Креативный реклама деген осы. Егерде тауықтың денесін қимылдатса, басы қимылдамай тұрады. Сол стабилизаторға да сәйкестендіріп алып келген. Сол секілді сіздерге де ұсынарым, айтарым сол. Әр қашанда, әр кезде қасыңыздағы, жаныңыздағы заттарға мән беріңіздер. Сол арқылы рекламды роликтер жасаңыздар. Сол кезде креативный реклама дегеніміз сол. Мысалға, қасқырда қанша сойса да қан шықпайды. Қасқырда қанша сойса да ешқандай дауысын шығармайды дейді ғой қазақтарда. Сол сияқты ғой, кез келген бір нәрсені қасыңыздағы болып жатқан оқиғаны креативті қоса алып отырып реклама жасау қажет. Соңғы болып жатқан оқиға, Қазақстанда, елімізде болып жатқан нәрселердің барлығын креативке қосып, сатылым алып келетін видео жасасаңыздар да болады. Бірақ қайғылы оқиғаға емес, бір күлкілі болған, сәтті болған, қызықты болған оқиғаларды араластырып жасауға кеңес беремін. Storytelling дегеніміз не? Бұл storytelling бұл өзінің өнімнің тарихын айтып беру. Оған мысал ретінде мына видеоны көруге болады. Дизайнді ойластырып қалады. Сонымен алтыншысы қазірді. Аламанда негізгі біздің үйрететініміз өмірлік мақсатын, не үшін келдің, бойыңда қандай қабілет бар, сол өмірдің жолын тауып алу. Осы рух мәңгілік жүректеңіз. Білесіз бе, Аламанның болып жатқанына 5 жылдан астам уақыт болды. 34-ші ағым артта қалды, дәл қазір 35-ші ағым болып жатыр. Осы жерден қаншама кәсіпкерлер, қаншама миллионерлер, қаншама шабандоздар шықты десеңізші. Тарихты тек қана оқымайды, тарихты жасайды демекші, бұл біздің тарих, және де бұл тарихтың кейіпкері дәл сіз бола аласыз. Өмір бізге бір ғана мәрте беріледі, оны жалқаулықпен, көре алмаушылықпен және де жалшылықпен өткізу бұл сіз үшін үлкен қасірет. Сондықтан барлығын өзгертетін сәт келді. Біз сіздерді Аламанда күтеміз. Міне, storytelling дегеніміз осы. Осы видео арқылы көптеген сатылымдар болды. Мына жақта жалпы алмаз курс туралы толық ақпарат айтылып жатыр. Қай кезде құрылған, қанша адамды біз оқытып шығардық. Қысқасын айтқан кезде storytelling қатарға қосыл. Бұл да бір іс-әрекетке шақыру. Түсіндіңіздер ғой? Тарихпен бірге қоса отырып, сіздер сатылым жасай аласыздар. Іс-әрекетке шақыру арқылы. Тарихыңыз айтыңыз, іс-әрекетке шақырдыңыз. Тарихыңыз айтыңыз, іс-әрекетке шақырдыңыз. Сол сияқты storytelling дегеніміз сол. Сатылым алып келетін видеода көп қолдануға кеңес беремін осы нәрсені. Әркімнің оқиғасы әркімге қызық. Сол үшін айтарым, қолдану қажет. Біз кешегі дұрыс музыка таңдау дегеніміз, мен көрсетіңізші. Дұрыс музыка таңдау дегеніміз бар. Видеода әрқашан дұрыс музыка қолдану қажет. Егер видеода адам жылап тұрса, оған жылаңқандай пианиноның музыкасын қолдану қажет. Егерде адам күлі, веселый болып жатса, веселый музыка қою қажет. Күлкілі, динамичный музыка қою қажет. Менен көпсінен байқаймын, көпсінің қателігі осы музыканы дұрыс қоймау. Кәдімгі приложенияға кіреді, телефонмен монтаж жасаған кезде кәдімгі дайын музыкаларды алады да астына қоя салады. Ол деген ан жақта не айтып жатыр? Астында музыка өзі бір жақта, анау бір жақта айтып жатыр. Сондықтан да айтарым, рекламный роликта музыка өте маңызды. Мысалға қараңыздар, дұрысын көрсен, музыкамен дұрыс қою кет. Біз кешегі сақтар, кешегі ғондардың, кешегі көк түріктің қаны жатыр. 300 жылдың ішінде бізді соны түсіріп тастады, соны қайтадан шығарамыз да жонамыз. Бір айдың ішінде алмаз болып жарқырап шығасыңдар. Қыңсылаған сөзді айтпаңдар. Біреу қыңсылай бастаса, 2 ай өтейік. Жоқ болмаса, сабақ көбейіп кетті, 2 сағаттан кейін демалайық дегендерге айтты. Қыңсылама, мияулама, қыңсылама, мияулама деп айту керек. Ертең нан тауып жей алмайық деген кезде сол кезде қыңсылайтын боласың. Біз кешегі қараңыздар,
Дұрысы осы. Көрдіңіз ғой, мотивациялық видеоға мотивациялық музыка қойылған, астына жай қарапайым мешайт етпейтін, кедергі жасамайтын бір музыка қойылған. Енді дұрыс емесін тыңдайық. Біз кешегі сақтар, кешегі ғондардың, кешегі көк түріктің қаны жатыр. 300 жылдың ішінде бізді соны түсіріп тастап, соны қайтадан шығарамыз да жонамыз. Бір айдың ішінде алмаз болып жаттап шығасыңдар. Қыңсылаған сөзді айтпаңдар. Біреу қыңсылай бастаса, қараңыздар, көрдіңіз ғой? Видео дегеніміз осы, видеоға музыка қою, дұрыс қою өте маңызды. Веселыйға веселый музыка қою керек, жылаңқыға жылаңқы музыка қою керек. Оны ерінбеу керек, іздеу керек. Практика кезінде көрсететін болған музыкаларды қайдан алу керек, қалай қою керек. Кеттік. Өніммен бірге суретке түсу, ол дұрыс. Қазіргі таңда осы өтеді, өніммен бірге суретке түсу. Себебі не үшін? Қазіргі тек қана, мысалға мынау Диколаның рекламасы, егер тек аяқ киімді ғана түсіретін болсаңыз, ол мәлімет болады. Сатылым алып келмейді ол. Кәдімгі мәлімет. Ал егер сіз қандай да бір адам киіп тұр, немесе кітап сатып жатсыз, біреу кітапты оқып жатыр, немесе біреу ақтарып жатыр. Қысқасын айтқан кезде фотоға да, видеоға да өніммен адам бірге болу қажет. Егер де адам танымал болатын болса, онда вообще тегі жақсы. Сондықтан да айтарым, кез келген өнімді өзің ғана түсіріп сала беру Инстаграмға, ол дұрыс емес. Қасында бір адам болу қажет. Соны бірге түсіру қажет, бірге көрсету қажет. Сол кезде сіздің видеоңызда қандай да бір сапа болады. Сатылым алып келетін болады. Адамның сезім мүшелерін қолдану. Адамда өзі 5 сезім мүшесі бар. Оны видеода да істесеңіздер болады. Жалпы маркетинг жайлы кішкене ақпарат беріп кетейін. Қолмен ұстап көру, мұрынмен сезу, құлақпен есту, дәмін сезу және де көзбен көру. Осы 5 сезім. 5 сезім маркетинг құралдары. Мысалға айтайын. Мысалға дәмін сезу. Сіздер көп байқайтын шығарсыздар. Магазиндерге кірген кезде көбісі мынандай нәрсе қолданады. Лапшаны алып береді да, мына лапшаны жеп көріңіз, дәмін көргеннен кейін барып сіз сатып ала аласыз деген секілді бір маркетинг ходтар жасайды. Осы сол дәм сезу маркетинг ходқа жатады. Және де көзбен, мысалы қолмен ұстап көру. Бро деген очки бренді бар. Олар барлық очкиін тиімді, қолжетімді жерге қояды. Соны алып киіп көреді, қолына ұстайды, размерін көреді, көзіне киіп көреді. Сол арқылы сатым оларда көп болып жатыр. Ол да маркетинг. Көптеген очки сататын магазиндер бар, ешқайсысы, көбісі олар ондай жұмыс жасамайды. Қолға ұстайтындай мүмкіндік бермейді. Сол үшін олардың сатылымдары аз болады. Сол үшін Бро магазиннен үлгі алу қажет. Обаяние, мұрынмен иіс сезу. Ол дегеніміз қалай? Мысалға сіз ресторанда көшеде келе жатыр, сізге дәмді тағамдардың иісі шығады. Кез келген ресторанда кухнясы олар подвалда немесе екінші этажда, көбіне подвалда орналасады. Бірақ подвалдың иісі далаға шықпайды. Бірақ олар не істейді? Маркетингті қолданып, кухнядағы мынандай труба қояды да, олар иісті сол арқылы далаға шығаратын болады. Ал далада сол иісті иіскеп, сол арқылы келетін болады, тамақ жегісі келеді. Асқазан қарын ашқан байқайды, сол арқылы ресторанға кіріп тамақ ішетін болады. Қысқасы кезде ол да маркетинг. Иіс сезуді көп қолдану қажет. Сосын бар құлақпен есту, ол да маркетинг қолданады. Мысалға ресторандарда байқайтын шығарсыздар, қатты музыка ойнап отырады. Сол музыканың әсерінен сіздер қаншалықты көп тамақ жеп қойғандарыңызды байқамай қаласыздар. Ол да маркетинг ход. Егер сіздер тыныш жерде тамақ ішетін болсаңыздар, өздеріңіздің көп тамақ ішіп жатқандарыңызды байқап қоясыздар, сосын бары тапсырыс бермейтін боласыздар. Ал егер де музыка тыңдап отырып тамақ ішетін болсаңыздар, көп тамақ жегендеріңізді байқамай қаласыздар. Сондықтан да айтарым, жалпы маркетинг дегеніміз осы 5 нәрсені қолдану арқылы кез келген дүниені сата беруге болады. Мен кепілдік берем, өздеріңіз тексеріп көріңіздер, осы 5 сезім мүшесіне менің өніміме қалай қолдана алам деген вопрос қойыңыздар. Сол вопрос арқылы сценарий жазып, немесе сол арқылы маркетинг ход жасасаңыздар болады. Бүкіл маркетингтің жүйесі осы 5 сезім мүшесінде аясында қолданылған, құрылған. Міне, аяқ киім түрлері олардың жасалған материалына, тұтынушысына, жасы мен жынысына, әлеуметтік жағдайына байланысты жасалынған. Аяқ киім өңделу мен әшекейлер жоғарыда аталған жайттарға, елдерге байланысты өзгертіледі. Не байқадыңыздар? Бұл жерде бос сөз, көп сөз қолданылған. Қысқасын айтайын дегенім, видеода аз сөз болу керек. Ең қажет деген сөздер болу керек. Айтады ғой, вода дейді ғой. Су әңгіме көп болмау керек. Сол үшін айтарым, видеода ең маңызды деген сөздерді ғана алып, теріп,
сценарий жазып, сол арқылы ғана сатылым алып келетін видео жасай аласыздар. Біреу айтқан екен, асығып тұрмын, сол үшін көп қыл жазып жатырмын деген секілді. Асыққан адам қалай көп жазады деп ойласаңыз, ол ойына келген нәрсені жаза береді, сол үшін көп шығады. Ал асықпаған адам ойын жинақтап, ішіндегі ең тұзын алуға қажет қой, қысқасы айтқанда, ең мәнді, сәнді жерін алып, сол арқылы сатылым жасай аласыздар. Мен жазған сценарийлар мыңдаған қаралым жинайды, мен жасаған монтаждар көріп, өз редакторлар таңғалуда. 2 жылдан астам телеарнада жұмыс жасадым. Рейтингтарым барлығы өте жақсы, YouTube-тан мынандай просмотр жинаған. Қысқасын айтқан кезде сіздерде бос әңгіме болмау қажет. Мына жерде құр мақтану. Ол болмау керек, сіз сертификаттарыңызды көрсетулеріңіз керек, қандай да бір нәтижені көрсету қажет. Бұл сатылым алып келетін видеода да сондай. Егер сіздер сертификатты алып қастарыңызға қоятын болсаңыздар, немесе өндіріс орнын көрсететін болсаңыздар, немесе мысалға біздің Алмас оқып жатқан адамдарды көбіне көрсетеміз. Сол секілді көрсету арқылы, тек қана құр мақтан емес, көрсету арқылы сіз сатылым жасай аласыз. Ескеріңіз, көрсету керек, по факту дейді ғой, по факту көрсету керек. Сертификат болса, сертификат көрсету керек деген сияқты. Болды.